Жаңа жыл уақыттың емес, инсанның өзін жаңалауы болып табылады. Және бір жылды жұмақлап, ол менен қошласар екенбіз. Бұл жылда елімізде көплеген жаңалықлар болды. Сіздің өміріңізде қандай қош хабарлар жүз берді? Әлбетте комментарияға жазып қалдырың. Өзіңіздің жаңа жыл құттықтауларыңызды кіріп келатырған 2026 жыл үшін қойған мақсатларыңызбенен бөлсін. Хош, 2025 жылды мемлекетіміз қандай жаңалық һәм қош хабарлар менен жұмақлады? Ассалаумалейкум. Бізді YouTube арқылы бақылап, сенім беріп, бақылаушы замаласылар. Бүгін бізде жылдық есабат, жылдық дайджест. Айтқанша, егер сіз каналымызды ағза болмай көріп атырған болсаңыз, ағза болуды ұмытпаңыз. 2025 жыл 4-6 апрель күндері Өзбекстанның Самарқанд һәм Нүкіс қалаларында бірінші мәрте Арал мәдениет саммиті, халықаралық саммит болып өтті. Иләж Арал бойы регионының экологиялық, мәдени һәм социалдық рауажлануына бағышланды. Саммитте экология, су ресурслары, тұрақлы рауажлану, мәдениет һәм креатив экономика бағдарларында халықаралық экспертлер, ілімпазлар, көркем өнер қайраткерлері һәм саясатшылар қатынасты. Додаларда Арал теңізі ақпетлерін жұмсарту, аймақты тікілеу һәм инновациялық шешімдерді енгізу мәселелері көріп шығылды. Сондай-ақ бұл саммит Нүкісте һәр 18 айда бір мәрте өткерілуі режелестірілді. Бұл мемлекетіміз үшін үлкен ахметке ие уақия есептелінеді. Саммитке Өзбекстан Республикасы президент администрациясы басшылығы Саида Мирзиёева да қатынасты. Біз көп жылдардан бері түрлі дәрежедегі иләжлар һәм мінберлерде Арал бойы регионның рауажландыруы, біргеліктегі харекетлермен шешілуі зарур болған ұлыма жер-жүзілік уазипа екені хақында тынымсыз айтып келмектеміз. Бұл аймақтың битакрар мәдениеті һәм өзіне тәлігі сақлап қалу. Осы қиын шариатта жасап атырған оталасларымыздың мұнасып келешегін тәмелеу үшін регионға ітібар қарату зарур. Өзбекстан һәм Қарақалпақстан барлық дөретушілерді, бүткіл дүния жүзі художниклерін, ілімпазларын, экспертлерін һәм белсенділерін бірлестіреді, деп жазады ол өзінің социал бетлерінде. Саммит шеңберінде өткерілген барлық иләжлар халықаралық шеріклікті бекемлеу, экологиялық жағдайға өзгеріс кіртуменен бірге туризмді рауажландыру болып, саммиттегі дерлік барлық декор һәм тағамлар қарақалпақша стильде миллилігімізді сәулелендірген. Сондай-ақ Россия музыканты Кирилл Рехтер саммит шеңберінде Өзбекстан милли симфониялық оркестріменен біргелікте The Sense of Time концерт бағдарламасын Шылпық қаласы төбесінде меймандарға ұсынды. Шылпық сол күні бүткіл дүния үшін өзгеше турист объектіне айланды. Осы жылдың 6 октябрь күні Өзбекстан Республикасы президент администрациясы басшылығы Саида Мирзиёева мақсатлы рәсми сапарменен Нүкіс қаласына келді һәм бірнеше объектілерге барды. Атап айтқанда, Нүкісте бірінші мәрте ірі көлемде өткеріліп атырылған ай хакатонына қатынасып, жеңімпазларды құттықтады. Сол менен бірге Қарақалпақстанда ұлыма милли саламатлық марафоны болып атырған орынларға барып, сол жердегі процеспенен танысты. Сондай-ақ Қарақалпақстанда бақасы 2 миллиард долларға шамалас 27 жойбар әмелге асыру мәселесі бойынша. Нүкісте жауапкерлер менен жаңа инвестиция һәм инфраструктура жойбарларын додалады. Жойбар нәтижесінде аймақта 10 мың жаңа жұмыс орны жаратылады. Президент 2025 жылда шет ел мемлекеттеріне жәмі 28 сапарды әмелге асырды. Бұл ресми сапарлар ішінде президент Шавкет Мирзиёевтің ақш-қа сапары шеңберінде алып барылған саяси һәм экономикалық келісулер нәтижесінде бір қатар ахметлі саяси келісімдерге ерсілді. Атап айтқанда 4-6 ноябрь күндері Шавкет Мирзиёев Вашингтон, Колумбия округі қаласында болды. Һәм ол ақш президенті Дональд Трамп пенен жоғары дәрежедегі ұшырасулар. Сондай-ақ C5+1 форматындағы Орта Азия һәм ақш жетекшілері саммитінде қатынасты. Президент Шавкет Мирзиёев ақш президенті Дональд Трамп пенен Ақ үйде ұшырасты һәм ол екі тәреплеме стратегиялық, шеріклік қатынастарын және де тереңдестіруді додалады. Ұшырасулар давамында саяси, сауда-экономикалық, инвестициялық һәм мәдени бірге істесулерді кеңейту бойынша анық бағдарлар көрсетілді. Сондай-ақ Өзбекстан, ақш бірге істесу шеңберінде бір қатар экономикалық келісімдерге қол қойды. Соның ішінде санат, ауыл қожалық, IT һәм басқа да тарауларда қоспа жойбарлар хақында келісім берілді. Ұшырасудан соң ақш президенті Дональд Трамп Өзбекстан президентін ұлы лидер деп атады. 2025 жылда және бір үлкен жаңалық, қош хабар.
Өзбекстан Республикасы президенті Шевкет Мирзиёев Қарақалпақстан Республикасында тікелей сырт ел инвесторлары есабынан жастар үшін социалдық-экономикалық орай шектелместіруі илажы хақындағы парманға қол қойылу болды. Осы парманға муапық Қожелі районында жастар үшін социал-экономикалық орайы шектелместіріледі. Бұл орай құрамында IT университет, стартап технопаркі, инновацияларды қолдап қуатлау топарлары, сондай-ақ жастарды жұмыспенен тәмінлеуге қаратылған өндіріс карханалары кіреді. Сол менен бірге Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесі жанында жастар үшін социалдық-экономикалық орайы дирекциясы мемлекеттік мекеме сипатында шөкелместіріледі. Ол орай аймағындағы барлық бөлімлер һәм инвестициялық жойбарлардың жұмысын муапықластыру менен шұғылданады. Тахияташ районы ұшында және бір хош хабар 300 мегаватт қуаттылыққа ие модуллы интеллектуалдық есептеу орайы құрылысы болды. Тахияташ районы аймағында құрылуы режелестірілген бұл орайдың құрылыс үшін орын сипатында әйне Тахияташ районы. Тахияташ ысықлық электр станциясы атарапындағы аймақ таңланған. Бұл орайдың электр энергиясы менен тәмінлеуін сенімді ететұғын орын сипатында көрілмекте. Салалы технологиялар министрлігінде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесінің басшылығы Фархат Ерманов, салалы технологиялар министрі Шерзат Шерматов һәм Шанхай Линкоинс Data Intelligence компаниясының тикар салушысы Ван Сюйхю басшылығындағы делегация қатынасуында ұшырасу болып өтті. Ұшырасу дауымында модуллы интеллектуалдық есептеу орайы құрылысының жойбары һәм оның әмелге асыру механизмдері көріп шығылды. Тәріплер орайдың шектелместіруі бойынша әмели қадемлер, техникалық инфраструктура, құрылыс процесслері һәмде орайдың нәтижелі жұмыс алып бару үшін зәрур шариатларды додалады. Бұл жойбар мемлекеттің салалы экономикасын рауажандыру, жоғары технологиялар тарауын кеңейту һәм жергілікті инвестицияларды тарту көзқарасында ахметлі екені атап өтілді. Қоңырат һәм Шымбай районларының һәр біріне 100 миллиард сомнан қаржы ажыратылады. 14 октябрь күні президент Шевкет Мирзиёев басшылығында мәхәлле системасындағы реформаларды жаңа басқышқа алып шығу һәм орындарда жұмысларды нәтижелі шөкелместіру мәселесі бойынша видеоселектор мәжілісі болып өтті. Бұнда 132 саллы қарар текарында жаңа Өзбекстан келбетіне кіріп баратуғын 33 район һәм 330 ауыр мәхәлле белгілеп алынды. Олар арасында Шымбай һәм Қоңырат районларда бар. Бұл районлардың һәр біріне 100 миллиард сомнан 330 мәхәлленің һәр біріне болса 5 миллиард сомнан қаржы ажыратылды. Жаһан банкі һәм Ислам рауажландыру банкінен тартылған 100 миллион долларда осы мақсатлерге қаратылады. Нүкіс районы қалқы үшін бұл жыл хош хабарларға толы болды. Тек қана район қалқы үшін емес, қала тұрғылары үшін да үлкен жаңалық. Ақмаңғыт турист орны құрылуы болды. Президенттің Қарақалпақстанға болған сапары дауамында берілген тапсырмаларға тикар. Нүкіс районы аймағынан өтетұғын бөлегінде жаңа жойбар құрылысы режелестірілмекте. Ұлума бақасы 101 миллиард сомнан 45 миллиард сом бюджет қаржылары, 56 миллиард сом инвесторлар қаржылары есабынан құрылатуғын жойбар шеңберінде канал бойында Ақмаңғыт турист халықтың сейіл ету орны шектелместіріледі. Онда 24/7 түрде қызмет көрсетуші һәм көлі ашар орындар, аквапарклер, балалар майданшалары, дем алу һәм сауда орынлары, зоопарклер, атшабар майданы жайластырылуы белгіленген болып, 200-ден астам жаңа жұмыс орны жаратылады. Бұл жылы көпшілік үшін хош хабар болған және бір жаңалық. Қобыз соғу һәм Қара үй ЮНЕСКО-ның тізіміне кіргізілді. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мирасты қорғау Үкіметтер аралық комитетінің кезектегі 20-ші сессиясында қобыз соғу һәм атқарушылық, сол менен бірге Қара үй ЮНЕСКО-ның материалдық емес мәдени мирас элементлерінің тізіміне кіргізілді. Сондай-ақ балық қарма географиялық көрсеткіш ретінде мемлекет тізімінен өткерілді. Тағам Арал теңізі һәм Амудария дельтасына жақын аймақларда қалыптасқан әйемгі ауқатлану дәстүрлері, балықшылыққа таянушы тұрмыс тәржі соның менен бірге айрықша таярлау ұсылы менен ажыралып тұрады. Біз тарихымызбенен көп мақтанамыз. Бабаларымыз барлық тарауларда өз тамырларын өшпес із қылып қалдырған. Әттекі космостағы айрым жұлдызларға олардың атлары берілген. Себепсіз гәпімізді космостан басламадық. Себебі Самарқанд 2028 космосқа ұшуға таярламақта.
Бұл хақында президент өзінің мұражатнамасында да атап өткен еді. Mustaqil O'zbekiston tarixida ilk bor kosmik sohada sun'iy yo'ldosh va mamlakatimiz fuqarosi bo'lgan birinchi o'zbek kosmonavtini fazoga uchirish bo'yicha ishlarni boshladik. Өзбекстан космослық инфраструктурасын кеңейту жолында қадам қоймақта. Өзбек космос Қытайдың Star Vision компаниясы менен біргелікте Самарқанд 2028 атлы гиперспектраллық жасалма жолдасты жарату басланды. Жойбар Қытайдағы өндіріс майдаларында әмелге асырылмақта. Хам Өзбекстанның жер аралықтан зондлау бойынша имканиятларын кеңейтуі күтілмекте. Жасалма жолдас аты 2028 жыл Самарқандта өтетуғын халықаралық астронавтика конгресі құрметіне таңланған болып, ол региондағы ең ірі ilmi ләжлардан бірі болады. Аппарат үшін арнаулы жасалма жолдас моделі Өзбек космос қанегелері тарапынан жаратылады. Бұл модель мағлұматларды тікілеу, бортты қайта іздеу имканиятын береді. Информация алу тезлігі һәм нәтижесін арттырады. Нүкіс қаласында 200 орынлы жаңа мейманхана пайдалануға тапсырылды. Президент тарапынан Қарақалпақстан үшін өз алдына берілген жеңілік һәм имканиятлар текарында жаңа жыл байрамы қарсаңында регионымыз үшін ахметлі объектілер пайдалануға тапсырылмақта. Осы қатарында декабрь айында пайтақтымызда арама мейманханасының ашылуы болып өтті. Атап өту орынлы Қарақалпақ Плейс жәметі тарапынан халықаралық Арамада Бай Уитхам бренді астында $10 миллион қаржы есабында құрылған мейманхана іске түсуі менен бір уақыттың өзінде 200 мейман қабыл ету имканиятына ие. Қоңыратта Қоңырат Salt-Free зона санат зонасы шөкілместіріледі. Бұл зона 2025-2026 жылларда 50 гектар жер учаскаларында инвестициялық жойбарда амелге асырады. Келесі жылларда зәруліктен келіп шығып, санат зонасы аймағы 200 гектарға шекем кеңейтіп беріледі. Санат зонасында инвестициялық жойбарларды амелге асыру басланған іспілермелерге 5 жыл мүддетке Нүкіс еркін экономикалық зонасының қатынасушысы статусы беріледі. 2026 жыл қосымша инфраструктура құру арқылы тұзды қайта іздеу үшін қолайлы шариат жарату. Кемінде $50 миллион ақш доллары мағдарындағы инвестицияларды өзлестіру, дүния базарындағы ірі инвесторларды тарту һәм жаңа экспорт базарларын өзлестіру белгіленбекте. Сондай-ақ 2026-2030 жылларда жәмі $200 миллион ақш доллары мағдарындағы инвестицияларды тарту хақындағы ұсыныс мақұлданды. Өзбекстан Формула 1 жаһан чемпионаты басқышын өткеруі мүмкін болған жаңа мемлекеттердің бірі сипатында тілге алынбақта. Британиялы спорт журналисті Джо Сварттың мағлұматына бола, Ташкент бұл абыройлы жарысты өткеру имканиятын көріп шықпақта. Бұл мемлекеттің спорт инфраструктурасын рауажландыру һәм халықаралық абыройын бекемлеу стратегиясының бір бөлігі есептелінеді. Сварттың атап өтуінше Ташкент орайлық Азия автоспорт орайына айлануды мақсат еткен. Һәм халықаралық жарысларды өткеру, мемлекетті модернизациялау һәм глобал майдандағы имиджді бекемлеу жолындағы ахметлі қадам болып есептелінеді. Декабрь айында Ташкентте халықаралық автомобиль федерациясы бас ассамблеясының өткерілуі де бұл бағдарға болған қызығушылықтың әмели дәлелі болып табылады. Бұл ләжді өткеру қаржеттерін Өзбекстан тарапы өз мойнына алған еді. Қанегенің пікірінше, бұл баслама мемлекеттің спорт инфраструктурасын рауажландыру һәм халықаралық бірге істесуді күшейтуге қаратылған саясаттың толықлай сәйкес келеді. Сондай-ақ соңғы жылдарда Өзбекстан спорт тарауында басқа да жетістіктерге ерісті. Милли футбол сайланды командасы бірінші мәрте FIFA жаһан чемпионатына жолдама алды. Бұл болса мемлекеттің спорт тарауында ахметлі бұрылысы болып есептелінеді. 2025 жылда Өзбекстанда болып өткен жаңалықтар оға да көп. Әлбетте бұлардың барлығы халық үшін. Һәм бұл жеңістер һәм қош хабарларда сіздің де үлесіңіз бар. Бұл жылы егер өміріңізде қара хабарлар болған болса, еш көңіліңізді түсірмең. Кіріп келатырған жылды тек жақсы ниетлер, өзіңіз, шаңырағыңыз һәм халық үшін пайда беруші жұмысларды әмелге асыруда бізде тілектеспіз. Жаңа жылыңыз құтлы мүбәрек болсын. 2026 жыл біз үшін да, сіз үшін да қош хабарларға толы жыл болсын.